Айту. Говорить. Он говорит правду. Ол шындықты айтады. Ол шындықты айтады. Ол шындықты айтады. Друзья рассказывают друг другу анекдоты. Достар бір-біріне анекдот айтып отыр. Достар бір-біріне анекдот айтып отыр. Достар бір-біріне анекдот айтып отыр. Друзья рассказывают друг другу анекдоты. Достар бір-біріне анекдот айтып отыр. Достар бір-біріне анекдот айтып отыр. Достар бір-біріне анекдот айтып отыр. Мы получаем зарплату в конце каждого месяца. Біз жалақыны әр айдың соңында аламыз. Біз жалақыны әр айдың соңында аламыз. Біз жалақыны әр айдың соңында аламыз. Она получает хорошие оценки в школе. Ол мектепте жақсы баға алады. Ол мектепте жақсы баға алады. Ол мектепте жақсы баға алады. Мама получает заказы через интернет. Анам тапсырысты интернет арқылы алады. Анам тапсырысты интернет арқылы алады. Анам тапсырысты интернет арқылы алады. Идти, ехать, бару. Я иду на работу каждый день. Мен жұмысқа күнде барамын. Мен жұмысқа күнде барамын. Мен жұмысқа күнде барамын. Он идет на работу пешком. Ол жұмысқа жаяу барады. Ол жұмысқа жаяу барады. Ол жұмысқа жаяу барады. Мы идем в парк на выходные. Біз жексенбіде саябаққа барамыз. Біз жексенбіде саябаққа барамыз. Біз жексенбіде саябаққа барамыз.
Знать, білу. Он знает историю своей страны. Ол өз елінің тарихын біледі. Ол өз елінің тарихын біледі. Ол өз елінің тарихын біледі. Я знаю свой адрес и номер телефона. Мен өз мекен жайым мен телефон нөмірімді білемін. Мен өз мекен жайым мен телефон нөмірімді білемін. Мен өз мекен жайым мен телефон нөмірімді білемін. Мы знаем друг друга много лет. Біз бір-бірімізді көп жылдан бері білеміз. Біз бір-бірімізді көп жылдан бері білеміз. Біз бір-бірімізді көп жылдан бері білеміз. Брать, алу. Я беру зонтик, потому что идет дождь. Мен қолшатыр аламын. Өйткені далада жаңбыр жауып тұр. Мен қолшатыр аламын. Өйткені далада жаңбыр жауып тұр. Мен қолшатыр аламын, өйткені далада жаңбыр жауып тұр. Он берет книги в библиотеке. Ол кітапханадан кітап алады. Ол кітапханадан кітап алады. Ол кітапханадан кітап алады. Мы берем еду с собой на пикник. Біз пикникке тамақты өзімізбен бірге аламыз. Біз пикникке тамақты өзімізбен бірге аламыз. Біз пикникке тамақты өзімізбен бірге аламыз. Видеть, көру. Я плохо вижу издалека. Мен алыстан нашар көремін. Мен алыстан нашар көремін. Мен алыстан нашар көремін. Мы видим высокую гору вдали. Біз алыстан биік тауды көріп тұрмыз. Біз алыстан биік тауды көріп тұрмыз. Біз алыстан биік тауды көріп тұрмыз. Ты не видела мою тетрадь? Сен менің дәптерімді көрген жоқсың ба? Сен менің дәптерімді көрген жоқсың ба? Сен менің дәптерімді көрген жоқсың ба? Приходить, келу. Я прихожу домой после работы. Мен жұмыстан кейін үйге келемін. Мен
жұмыстан кейін үйге келемін. Мен жұмыстан кейін үйге келемін. Он приходит на встречу вовремя. Ол кездесуге уақытында келеді. Ол кездесуге уақытында келеді. Ол кездесуге уақытында келеді. Друзья приходят на день рождения завтра. Достарым туған күнге ертең келеді. Достарым туған күнге ертең келеді. Достарым туған күнге ертең келеді. Думать, ойлау, ойлану. Я думаю о будущем. Мен болашағым туралы ойлаймын. Мен болашағым туралы ойлаймын. Мен болашағым туралы ойлаймын. Он думает, что сделать на ужин. Ол кешкі асқа не істейтінін ойлап отыр. Ол кешкі асқа не істейтінін ойлап отыр. Ол кешкі асқа не істейтінін ойлап отыр. Смотреть, қарау, көру. Я смотрю фильм на большом экране. Мен үлкен экраннан фильм көріп отырмын. Мен үлкен экраннан фильм көріп отырмын. Мен үлкен экраннан фильм көріп отырмын. Он смотрит футбольный матч по телевизору. Ол теледидардан футбол көріп отыр. Ол теледидардан футбол көріп отыр. Ол теледидардан футбол көріп отыр. Мы смотрим на звезды в ночном небе. Біз түнгі аспандағы жұлдыздарға қарап тұрмыз. Біз түнгі аспандағы жұлдыздарға қарап тұрмыз. Біз түнгі аспандағы жұлдыздарға қарап тұрмыз. Она смотрит на красивый пейзаж. Ол әдемі суретке қарап тұр. Ол әдемі суретке қарап тұр. Ол әдемі суретке қарап тұр. Желать, тілеу. Он желает своей подруге счастья. Ол өзінің құрбысына бақыт тілейді. Ол өзінің құрбысына бақыт тілейді. Ол өзінің құрбысына бақыт тілейді.
Она желает путешествовать по всему миру. Ол әлемді аралағысы келеді. Ол әлемді аралағысы келеді. Ол әлемді аралағысы келеді. Друзья желают друг другу весело провести время на вечеринке. Достар бір-біріне кешті, көңілді өткізуді тілейді. Достар бір-біріне кешті, көңілді өткізуді тілейді. Достар бір-біріне кешті, көңілді өткізуді тілейді. Мы даем деньги на благотворительную организацию. Біз қамқорлық ұйымға ақша береміз. Біз қамқорлық ұйымға ақша береміз. Біз қамқорлық ұйымға ақша береміз. Он дает советы своему брату. Ол өзінің інісіне кеңес береді. Ол өзінің інісіне кеңес береді. Ол өзінің інісіне кеңес береді. Она дает уроки игры на гитаре. Ол гитарадан сабақ береді. Ол гитарадан сабақ береді. Ол гитарадан сабақ береді. Использовать, пайдалану. Я использую компьютер для работы. Мен компьютерді жұмысқа пайдаланамын. Мен компьютерді жұмысқа пайдаланамын. Мен компьютерді жұмысқа пайдаланамын. Она использует краски и кисти для рисования. Ол сурет салу үшін бояу мен қылқаламды пайдаланады. Ол сурет салу үшін бояу мен қылқаламды пайдаланады. Ол сурет салу үшін бояу мен қылқаламды пайдаланады. Друзья используют фотокамеру для фиксации моментов путешествия. Достар саяхат кезіндегі сәттерді түсіру үшін фотокамераны пайдаланады. Достар саяхат кезіндегі сәттерді түсіру үшін фотокамераны пайдаланады. Достар саяхат кезіндегі сәттерді түсіру үшін фотокамераны пайдаланады. Он находит интересные статьи в интернете. Ол интернеттен қызықты мақалалар
табады. Ол интернеттен қызықты мақалалар табады. Ол интернеттен қызықты мақалалар табады. Она нашла новых друзей в новом городе. Ол жаңа қаладан жаңа достар тапты. Ол жаңа қаладан жаңа достар тапты. Ол жаңа қаладан жаңа достар тапты. Она рассказывает анекдоты, чтобы поднять настроение. Ол көңіл күйді көтеру үшін анекдот айтып отыр. Ол көңіл күйді көтеру үшін анекдот айтып отыр. Ол көңіл күйді көтеру үшін анекдот айтып отыр. Друзья рассказывают о своих впечатлениях от фильма. Достарым фильмнен алған әсерлері туралы әңгімелеп жатыр. Достарым фильмнен алған әсерлері туралы әңгімелеп жатыр. Достарым фильмнен алған әсерлері туралы әңгімелеп жатыр. Я спрашиваю учителя о домашнем задании. Мен мұғалімнен үй тапсырмасы жайында сұрап тұрмын. Мен мұғалімнен үй тапсырмасы жайында сұрап тұрмын. Мен мұғалімнен үй тапсырмасы жайында сұрап тұрмын. Он спрашивает продавца о цене товара. Ол сатушыдан тауардың бағасы жайында сұрап жатыр. Ол сатушыдан тауардың бағасы жайында сұрап жатыр. Ол сатушыдан тауардың бағасы жайында сұрап жатыр. Она спрашивает совета у родителей. Ол ата-анасынан кеңес сұрайды. Ол ата-анасынан кеңес сұрайды. Ол ата-анасынан кеңес сұрайды. Работать. Жұмыс істеу. Я работаю в офисе с понедельника по пятницу. Мен дүйсенбіден бастап жұмаға дейін кеңседе жұмыс істеймін. Мен дүйсенбіден бастап жұмаға дейін кеңседе жұмыс істеймін. Мен дүйсенбіден бастап жұмаға дейін кеңседе жұмыс істеймін. Он работает над новым проектом. Ол жаңа жобамен жұмыс істеп жүр. Ол жаңа жобамен жұмыс істеп жүр. Ол жаңа жобамен жұмыс істеп жүр. Она работает врачом и помогает пациентам. Ол дәрігер, науқастарға көмек көрсетеді. Ол дәрігер, науқастарға көмек көрсетеді. Ол дәрігер, науқастарға көмек көрсетеді.
Чувствовать, сезу, сезіну. Я чувствую себя сильным после тренировки. Мен жаттығулардан кейін өзімді күшті сезінемін. Мен жаттығулардан кейін өзімді күшті сезінемін. Мен жаттығулардан кейін өзімді күшті сезінемін. Мы чувствуем запах цветов в саду. Біз бақтағы гүлдердің хош иісін сезіп тұрмыз. Біз бақтағы гүлдердің хош иісін сезіп тұрмыз. Біз бақтағы гүлдердің хош иісін сезіп тұрмыз. Друзья чувствуют себя комфортно в этом месте. Достарым осы жерде өздерін жақсы сезінеді. Достарым осы жерде өздерін жақсы сезінеді. Достарым осы жерде өздерін жақсы сезінеді. Попробовать, көру. Я попробую новый рецепт для ужина. Мен кешкі асқа жаңа рецепті жасап көремін. Мен кешкі асқа жаңа рецепті жасап көремін. Мен кешкі асқа жаңа рецепті жасап көремін. Он попробует новый вид спорта. Ол спорттың жаңа түрін сынап көреді. Ол спорттың жаңа түрін сынап көреді. Ол спорттың жаңа түрін сынап көреді. Мы попробуем новое кафе на ужин. Біз кешкі асқа жаңа дәмханаға барып көреміз. Біз кешкі асқа жаңа дәмханаға барып көреміз. Біз кешкі асқа жаңа дәмханаға барып көреміз. Она попробует новую прическу. Ол жаңаша шаш үлгісін жасатып көреді. Ол жаңаша шаш үлгісін жасатып көреді. Ол жаңаша шаш үлгісін жасатып көреді. Уходить, кету. Я ухожу из дома утром, чтобы пойти на работу. Мен жұмысқа бару үшін үйден таңертең шығып кетемін. Мен жұмысқа бару үшін үйден таңертең шығып кетемін. Друзья уходят из ресторана после ужина. Достар мейрамханадан кешкі астан кейін кетеді. Достар мейрамханадан кешкі астан кейін кетеді. Достар мейрамханадан кешкі астан кейін кетеді. Он уходит из офиса в конце рабочего дня. Ол кеңседен жұмыстың соңында кетеді.
Ол кеңседен жұмыстың соңында кетеді. Ол кеңседен жұмыстың соңында кетеді. Звонить, телефон соғу, хабарласу. Я звоню своей подруге, чтобы узнать, как она. Мен құрбыма хал жағдайын білу үшін хабарласып тұрмын. Мен құрбыма хал жағдайын білу үшін хабарласып тұрмын. Мен құрбыма хал жағдайын білу үшін хабарласып тұрмын. Он звонит маме, чтобы поздравить с днем рождения. Ол анасына туған күнімен құттықтау үшін хабарласып тұр. Ол анасына туған күнімен құттықтау үшін хабарласып тұр. Ол анасына туған күнімен құттықтау үшін хабарласып тұр. Мы звоним заказать пиццу на ужин. Біз кешкі асқа пиццаға тапсырыс беру үшін хабарласып жатырмыз. Біз кешкі асқа пиццаға тапсырыс беру үшін хабарласып жатырмыз. Біз кешкі асқа пиццаға тапсырыс беру үшін хабарласып жатырмыз. Считать, есептеу, санау. Я считаю деньги перед походом в магазин. Мен дүкенге барар алдында ақшамды есептеймін. Мен дүкенге барар алдында ақшамды есептеймін. Мен дүкенге барар алдында ақшамды есептеймін. Мы считаем количество гостей на вечеринке. Біз кештегі қонақтар санын есептеп жатырмыз. Біз кештегі қонақтар санын есептеп жатырмыз. Біз кештегі қонақтар санын есептеп жатырмыз. Оставлять, қалдыру. Он оставляет ключи в прихожей. Ол кілтті дәлізде қалдырады. Ол кілтті дәлізде қалдырады. Ол кілтті дәлізде қалдырады. Мы оставляем вещи в машине, пока идем в магазин. Біз дүкенге барарда заттарымызды машинада қалдырамыз. Біз дүкенге барарда заттарымызды машинада қалдырамыз. Біз дүкенге барарда заттарымызды машинада қалдырамыз. Класть, қою, салу. Я кладу свои книги на полку. Мен өз кітаптарымды сөреге қоямын. Мен өз кітаптарымды сөреге қоямын. Мен өз кітаптарымды сөреге қоямын. Он кладет деньги в кошелек. Ол ақшасын әмиянға салады. Ол ақшасын әмиянға салады. Ол ақшасын әмиянға салады.
Она кладет свой паспорт в сумку. Ол төл құжатын сөмкеге салады. Ол төл құжатын сөмкеге салады. Ол төл құжатын сөмкеге салады. Позволять. Рұқсат беру. Родители позволяют детям играть во дворе. Ата-ана балаларына аулада ойнауға рұқсат береді. Ата-ана балаларына аулада ойнауға рұқсат береді. Ата-ана балаларына аулада ойнауға рұқсат береді. Учитель позволяет использовать учебники в классе. Мұғалім сыныпта оқулықты пайдалануға рұқсат береді. Мұғалім сыныпта оқулықты пайдалануға рұқсат береді. Мұғалім сыныпта оқулықты пайдалануға рұқсат береді. Начинать. Бастау. Я начинаю день с утренней зарядки. Мен күнімді таңғы жаттығудан бастаймын. Мен күнімді таңғы жаттығудан бастаймын. Мен күнімді таңғы жаттығудан бастаймын. Он начинает проект с анализа данных. Ол жобаны деректерге анализ жасаудан бастайды. Ол жобаны деректерге анализ жасаудан бастайды. Ол жобаны деректерге анализ жасаудан бастайды. Мы начинаем планировать поездку заранее. Біз саяхатты күні бұрын жоспарлай бастаймыз. Біз саяхатты күні бұрын жоспарлай бастаймыз. Біз саяхатты күні бұрын жоспарлай бастаймыз. Друзья начинают игру в футбол в парке. Достар саябақта футбол ойынын бастап жатыр. Достар саябақта футбол ойынын бастап жатыр. Достар саябақта футбол ойынын бастап жатыр. Показывать. Көрсету. Он показывает фотографии со своего последнего путешествия. Ол өзінің соңғы саяхатында түскен суреттерін көрсетіп отыр. Ол өзінің соңғы саяхатында түскен суреттерін көрсетіп отыр. Она показывает интересные достопримечательности в городе. Ол қаланың қызықты жерлерін көрсетіп жүр. Ол қаланың қызықты жерлерін көрсетіп жүр. Ол қаланың қызықты жерлерін көрсетіп жүр. Слышать. Есту. Мы слышим смех детей во дворе. Біз ауладағы балалардың күлкісін естиміз.
Біз ауладағы балалардың күлкісін естиміз. Біз ауладағы балалардың күлкісін естиміз. Она слышит звук дождя. Ол жаңбырдың дыбысын естиді. Ол жаңбырдың дыбысын естиді. Ол жаңбырдың дыбысын естиді. Она слышит звук дождя. Друзья слушают музыку на вечеринке. Достар кеште музыка тыңдап отыр. Достар кеште музыка тыңдап отыр. Достар кеште музыка тыңдап отыр. Играть, ойнау. Я играю в шахматы с братом каждый вечер. Мен күнде кешке ағаммен шахмат ойнаймын. Мен күнде кешке ағаммен шахмат ойнаймын. Мен күнде кешке ағаммен шахмат ойнаймын. Она играет в компьютерные игры в свободное время. Ол бос уақытында компьютерлік ойындар ойнайды. Ол бос уақытында компьютерлік ойындар ойнайды. Ол бос уақытында компьютерлік ойындар ойнайды. Друзья играют в футбол в парке каждую субботу. Достар әр сенбіде саябақта футбол ойнайды. Достар әр сенбіде саябақта футбол ойнайды. Достар әр сенбіде саябақта футбол ойнайды. Сохранять, сақтау. Я сохраняю важные документы в папке на компьютере. Мен маңызды құжаттарды компьютердегі папкада сақтаймын. Мен маңызды құжаттарды компьютердегі папкада сақтаймын. Мен маңызды құжаттарды компьютердегі папкада сақтаймын. Мы сохраняем фотографии в альбоме, чтобы сохранить воспоминания. Біз естелік үшін суреттерімізді альбомда сақтаймыз. Біз естелік үшін суреттерімізді альбомда сақтаймыз. Біз естелік үшін суреттерімізді альбомда сақтаймыз. Она слышит музыку из соседней комнаты. Ол көрші бөлмеден музыканы естіп тұр. Ол көрші бөлмеден музыканы естіп тұр. Ол көрші бөлмеден музыканы естіп тұр. Я слышу смех детей во дворе. Мен ауладағы балалардың күлкісін естіп тұрмын. Мен ауладағы балалардың күлкісін естіп тұрмын. Мен ауладағы балалардың күлкісін естіп тұрмын.
Сидеть, отыру. Он сидит на диване и читает книгу. Ол диванда кітап оқып отыр. Ол диванда кітап оқып отыр. Ол диванда кітап оқып отыр. Мы сидим в автомобиле и ждем друзей. Біз көлікте достарымызды күтіп отырмыз. Біз көлікте достарымызды күтіп отырмыз. Біз көлікте достарымызды күтіп отырмыз. Друзья сидят в кафе и беседуют. Достарым дәмханада әңгімелесіп отыр. Достарым дәмханада әңгімелесіп отыр. Достарым дәмханада әңгімелесіп отыр. Стоять, тұру. Я стою на автобусной остановке и жду автобус. Мен автобус аялдамасында автобус күтіп тұрмын. Мен автобус аялдамасында автобус күтіп тұрмын. Мен автобус аялдамасында автобус күтіп тұрмын. Он стоит у входа в магазин. Ол дүкеннің алдында тұр. Ол дүкеннің алдында тұр. Ол дүкеннің алдында тұр. Мы стоим в очереди в банке. Біз банкте кезекте тұрмыз. Біз банкте кезекте тұрмыз. Біз банкте кезекте тұрмыз. Терять, жоғалту. Я потерял ключи от дома. Мен үйімнің кілтін жоғалтып алдым. Мен үйімнің кілтін жоғалтып алдым. Я потерял ключи от дома. Мен үйімнің кілтін жоғалтып алдым. Мен үйімнің кілтін жоғалтып алдым. Он теряет время, сидя перед телевизором. Ол теледидар алдында отырып уақыт жоғалтады. Ол теледидар алдында отырып уақыт жоғалтады. Ол теледидар алдында отырып уақыт жоғалтады. Мы потеряли контакт с давними друзьями. Біз бұрынғы достарымызбен байланысты жоғалтып алдық. Біз бұрынғы достарымызбен байланысты жоғалтып алдық. Біз бұрынғы достарымызбен байланысты жоғалтып алдық.